Саламатсыздар ма студенттер? Текей Батыр Қарпұлы атындағы жоғары колледждің арнайы пән оқытушысы Шалқарбай Алматова. Бүгінгі сабақтың тақырыбы газды жер асты сақтау. Газ калориясы жоғары, тасымалдануы жеңіл, бағалы химиялық шикізат, өндірісте пластмасса, химия талшықтарын, синтетикалық каучук, азот тыңайтқыштарын алуда қолданылады. Газ өндіру 1920 жылы жекеленген сала ретінде Маңғыстау алабын игерген кезде пайда болды. Оның серпіліп кең көлемде өндірілуі Қарашығанақ кен орнының игеруімен байланысты. Газ өнеркәсібі табиғи газ кен орындарына барлау жүргізуді, мұнай, көмір мен қышқылтастан жасанды газ өңдеуді, газды тасымалдау және оны өнеркәсіп пен коммуналдық тұрмыстық шаруашылықта пайдалануды қамтитын отын өнеркәсібінің бір саласы. Қазір Қазақстанда 4 газ өңдеу зауыты жұмыс істейді. Олар Қазақ газ өңдеу зауыты, Теңіз газ өңдеу зауыты, Жаңажол газ өңдеу зауыты, Қарашығанақ кешені. Газ сақтау, сіздердің алдарыңызда көрсетілген сурет бойынша бізде газ сақтау кен орны бізде газ сақтау көзделген мерзімде оның сандық және сапалық сақтауын қамтамасыз ететін қорлары. Газ сақтау табиғи апаттар туындаған тұрақтылық және ұзақ мерзімді жоспарлау үшін газбен жабдықтау жүйелерді төтенше жағдайларда және ұлттық экономиканың тиімділігін және сенімділігін арттыруда біркелкі газ тұтыну орнын толтыру үшін артық беріледі. Газ сақтау түрлері: сұйытылған, табиғи, гидратты. Қазіргі уақытта Қазақстанда жер асты газ сақтаудың бірнеше дамыған жүйесі бар. Бірінші, газ тұтынудың маусымдық ауытқуын реттеу. Екінші, біркелкі газ экспортының реттеу. Үшінші, төтенше жағдайлар болған жағдайда газбен жабдықтау қамтамасыз ету. Үшінші, газ өндіру немесе тасымалдау жағдайында ұзақ мерзімді газ қорларын жасау. Газ көлемі мен қуатын сақтау екі негізгі параметрлермен сипатталады. Бірінші көрсеткіш бойынша белсенді және газ көлемі буферлік сақтау. Екінші көрсеткіш барынша сыйымдылығы сақтау, іріктеу және газ айдау ұзақтығы кезеңде күнделікті өнімділігін көрсетеді. Газ құбыры жанғыш газдарды шығатын жерінен не өндірілетін орнынан алыс қашықтықта жүздеген және мыңдаған километрге дейін тасымалдауға арналған құрылыс. Ол төселіп жүргізілуіне қарай бөлінеді. Жер асты газ құбыры, жер үсті газ құбыры, түйінді үстіне жүргізілген газ құбыры болып ажыратылады. Газ құбыры кейбір жағдайда үлкен шыраларға салынған темір, бетон не металл эстакада арқылы немесе су қоймаларының түбінде дюкер деп аталады жүргізіледі. Магистралдық газ құбырының соңғы пунктіне газ үлестіру станциялары орналасады. Оларда газ қысымы тұтынушыларды газбен қамтамасыз ететін қажетті деңгейде төмендейді. Ірі қалалардың маңында жер асты газ қоймалары салынады. Газ тұтынуда жиі болып тұратын тәуліктік бір қауіпсіздік газ көздері арқылы реттеледі. Үйге тапсырма: магистралды газ құбырлары бойынша толық жазып және бізде мынау газ реттеуіш пунктінің газ толқын станциясы бойынша мәлімет жазу. Бүгінгі сіздер сабаққа назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.